Мына көріп тұрғандарыңыз Марста түсірілген фантастикалық фильм емес. Бұл кәдімгі Қытайда орналасқан, Қытайдың шөлінде орналасқан электро қуатын өндіретін күн мұнаралары, достар. Бұл қараңыздар, шөлдің ортасына мұнара орналастырып, жан-жағына айналарды орналастырып, айнаның барлығын мұнараның ұшына қарай бағыттап, сол жерге бір точкаға, былай айтқанда күн нұрын жинап, сол жерде өте үлкен қызу пайда болғаннан кейін сол жерден үлкен электро қуатын өндіріп жатыр екен. Дәл осындай қазіргі жаңадан шыққан технологиялар бұл қазір Америкада және Қытайда бар екен. Осылайынан электро қуатын қазіргі таңда кеңінен қолданып жатыр екен. Табиғаттың өзінен ешқандай артық, былай айтқанда шығынсыз, желден, күннен, тағы да басқа су қоймаларынан өте үлкен осылай табиғи энергияны алып жатыр екен, достар. Жалпы бізге де осындай жаңадан шыққан инновациялық технологияларға инвестицияны құйып тұрып, осындай дүниелерді жасауымыз керек. Негізі алдағы уақытта бүкіл әлем осыған көшеді деп ойлаймын.